кім болуды армандаймын? Мен өскенде автобус жүргізушісі болармын. Сол кезде үлкен жерде де, жастарда да баратын жеріне кешіктірмей уақытында жеткізер ме едім? Мүмкін өрт сөндіруші болармын. Жігіттерге тән батырлықты талап етеді. Өрт сөндіруші болу үшін ең алдымен батыл болу керек. Қазіргі көптеген апаттар орын алуда. Су тасқыны, өрт, табиғи және адамдарды тудырған. Мен төтенше жағдайларға тап болған адамдарды көмектескім келеді. Мен адамдарды өртеніп жатқан үйден шығарып, өрттің алдын алуға көмектесуді армандаймын. Сондықтан мен өскенде өрт сөндіруші болсам екен, әлде мұғалім болсам екен. Адам өз өмірінде ең бастысы мамандық таңдаудан жаңылмауы қажет. Әркімнің өзіне икемі жақын, жанына жағымды мамандық таңдау сәті асқақтаған арманның ең бірінші баспалдағы. Мамандығында таңдаған сәтте Қарапайым жылыжай орнатып қана қоймай, ақылды жылыжай орнатуға болашақта жоспар бар. Себебі, ақылды жылыжайлар онша көп емес болғандықтан, көбісі орташа бағбан өз баласында мұндай құрылысты жасай алмайды деп санайды. Бірақ іс жүзінде бұл ондай емес. Ақылды жылыжайдың пайдасы айқын. Бұл өсімдіктер аяздан қорғалған және жыл бойы жеміс бере алатын жай ғана жер емес. Ақылды жылыжай бағбанның нағыз көмекшісі. Күнделікті процестер автоматтандырылған болғандықтан, адам күнделікті міндеттерге уақытты жұмсауы керек. Қазіргі таңда отандық нарыққа сырттан келетін көкөністердің көлемі күн санап артып келуде. Еліміздің мәліметіне сүйенсек, ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында импортталған көкөністің саны 50%-ға артқан. Тұтынушылардың қаржысы сыртқа жұмсалатын көрген соң, жаңа жоба жайлы ойлана бастадым. Қаладағы желді әрі ыстық ауа райы мәдени өсімдіктердің өз дәрежесінде өсуіне кері әсерін тигізеді. Осыны ескере келе, жаңа инновациялық технологиялармен жабдықталған ақылды жылыжай жасап, онда мәдени өсімдіктер өсуді қолға аламын. Білікті маман иесі болғым келеді. Экономикалық дағдарысты жою, тамақ және жеңіл өнеркәсіптерін дамыту, саяси әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында үлесімді қосқым келеді. Қазақстанның астығының экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында астық экспортының жыл сайынғы көлемін ұлғайтып және Қазақстанның әлемдік астық экспорттаушы бестіктің қатарына кіру үшін өз үлесімді қосқым келеді.